Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге налог на транспорт, яғни көлік құралдарына төленетін салықты қалай төлеу керектігін көрсетемін. Көп адамдар маған жазып жатыр, звондап сұрап та жатыр қалай төлеу керектігін. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Налог на транспортты сіздер 1 сәуірге дейін міндетті түрде төлеулеріңіз керек. Егер сол уақытқа дейін төлемесеңіздер, ары қарай сізде пеня, яғни өсім немесе штраф келуі әбден мүмкін. Енді оны төлеу үшін біз Каспий KZ деген приложение кіреміз. Мұнда главный менюден платежи деген таңдаймыз, все платежи деген таңдаймыз. Бұның ішінде штрафы налоги деген таңдаймыз. Бұның ішінде екінші тұрған налоги дегенді таңдайсыздар. Келесі бірінші тұрған налог на транспорт дегенді таңдайсыздар. Иіндеріңізді тересіздер, проверить дегенді басасыздар. Міне налог на транспорттың суммасы шықты. Енді осыны төлейсіздер. Сіздердің көлік құралдарыңыздың салығының мөлшері, ол сізді жеңіл автокөлік болса, двигательдің көлеміне байланысты. Енді осыны жай ғана төлейсіздер. Болды.